Барлығыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше болып шығатын пончиктердің жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы жасағаннан сәтті шығады. Пончиктер жұмсақ болып шығады, арасы толықтай піседі. Жасалу жолы өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар ұн, сүт, қант, тұз, ашытқы, ерітілген сары май және жұмыртқа. Барлығының мөлшерін видеоның астына описанияға жазып қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтті құямыз. Оның үстіне ашытқыны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда ашытқы мен ашытқысыз жасалатын басқа да пончиктердің жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Келесі кезекте 5-10 минутқа қалдырамыз. Ендігі кезекте тұзды саламыз. Ерітілген сары майды құямыз. Жұмыртқаны саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Ашытқының балғын түрін пайдаланыңыздар, қамырыңыз жақсы көтерілетін болады. Келесі кезекте ұнды аз-аздан сала отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды електен өткізіп барып пайдаланамыз. Мен алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайын. Дайын болған қамырды ыдысымызға салып, бетін жабамыз. Ыдысымызға аздап сұйық май жағамыз. Бөлме температурасына 1-1,5 сағатқа қалдырамыз. Мінекей қамырымыз дайын, жақсы көтерілді. Үстелдің үстіне аздап ұн себеміз. Қамырды 16 немесе 17 бөлікке бөлеміз. Барлығы бірдей болу үшін таразымен өлшеп алдым. Сонан соң бөліп алған қамырларды дөңгелектеп шығамыз. Дөңгелетіп алған қамырлардың бетін жабуды ұмытпаймыз. Қамыр жұмсақ, қолға жабыспайды, жұмыс жасауға өте ыңғайлы. Келесі кезекте пончиктердің формасын жасаймыз. Ең алдымен қамырды видеодағыдай созамыз. Созған қамыр тым жіңішке немесе қатты қалың болмағаны дұрыс. Ендігі кезекте екі қолымызды қимылдатып отырып, қамырымызды ширатамыз, яғни бұрамыз. Сонан соң ақырындап қамырдың екі ұшын қосамыз. Ажырап кетпейтіндей етіп екі ұшын біріктіреміз. Бізде әдемі осындай форма шығатын болады. Екі ұшын қосқаннан кейін видеода көрсетілгендей қолымызбен ақырындап бұрамыз, одан әрі әдемі болады. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай жасалады. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Мінекей қамырдың барлығын дайындап алдым. Майымыз қызғанша қамырдың бетін жабуды ұмытпаймыз. Енді табамызға сұйық майды құйып, қатты отта қыздырып аламыз. Сонан соң дайын тұрған қамырды формасын бұзып алмай саламыз. Сұйық май тым аз болмауы керек, жеткілікті болғаны дұрыс. Пончиктердің барлығын екі жағын аунатып отырып, қызартып пісіріп аламыз. Піскен пончиктерді қағаз майлыққа саламыз. Арасы толықтай піседі, жұмсақ болып шығады. Барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Мінекей достар, өте дәмді, әдемі болып шығатын пончиктеріміз дайын. Қаласаңыз бетіне қант ұнтағын себіңіз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін пончиктерді сіз де жасап көріңіз. Сыйлы қонақтарыңызға ұялмай қоюға болады. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.